Бүгінгі видеода мен сендермен бірге әлемдегі ең қорқынышты өзгеше бір түрлі аккаунттарға обзор істейтін боламыз. Ал видеоны бастамастан бұрын осы каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Осы каналдан бізде скоро 5000 подписчик. Ал біз бірінші аккаунтты көретін болсақ, бізде 100 уровендік аккаунт достар 30 күн бұрын кірілген екен. Друзья, тастап қойып. Видеоның тақырыбынан көргендеріндей бізде ең қорқынышты аккаунттар деген болатын. Біз және бұл бірінші аккаунт бізде 100 уровен және де лайкын қарасындар достар. Бізде лям лайк па немене бәле? Ойландаш достар, мына аккаунтта осыншама лайк қайдан жүр? Достар, бұл негізі невозможно ғой. Менің ойымша енді бұл бір түрлі аккаунттардың қатарына жататын сияқты, сәл қорқыныштылау ма, және де бізде 100 уровен ғой достар. Бұл аккаунттың рейтингін айтатын болсақ, бізде екеуінде де бронза достар еді. Бізде қанша рет? Бізде 5 рет мастер болған, бұдан КБ-дан болса бізде 7 рет. Бұл аккаунттың пропускын көретін болсақ, бізде почти барлық пропусктар алынған, бірақ мына жақта бір екеуі ғана алынбаған, бірақ нормально достар. Описаниясын көретін болсақ, бізде өз аккаунтын белгілеп кеткен екен Free Fire деп. Профилін көретін болсақ, мына жерде бізде ештеңе жоқ, яғни бұл жер пустой. Значоктарын көретін болсақ, бізде бір значок бар екен, супер геймер деген. Сетін көретін болсақ, бізде осындай ястрепті ұстап алыпты, яғни бұл инкубатор болу керек, яғни қателеспесем. Сетін айтатын болсақ, бізде осындай бір наборды кигізіп қойған екен, белый и черный. Бұл баланың матчтағы ойындарын көретін болсақ, бізде подробнее басайық. Бізде 20% хеджет 17 деген солодан, ал дуодан болса бізде 12%, ал отрядтан болса бізде 11% ойнайды екен. Ал оружиясын ашып көрейік десек достар, мына жақта нет оружия для отображдения деген нәрсе шығып тұр екен. Список желаниясын ашып қарасам тоже сондай ғой достар. Біздің бірінші қорқынышты аккаунттардың бірі осындай болып шықты. Видеоны болса лайктарына басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Ал біз келесі аккаунтқа кет. Біздің қорқынышты екінші аккаунтқа да келіп жеттік достар. Бізде 30 күн бұрын кірілген екен. Друзья, тастап қойып. Бұл аккаунт неге біртүрлі деп айтатын болсаңдар, бұның достар лайкын қарасыңдар достар. 15 уровен, бірақ 35 лайкты жинап тастаған. Бұл қалай ол? Оны қоя берсе достар, элитный пропускты қарасы ема, бірақ пропуск сатып алған, бірақ 40 мың медаль. Бұл аккаунттың КБ-сын көретін болсақ, екеуінен де бізде бронза, өйткені бұл адам вообще ойнамаған деп айтсам болады, бірақ сезін ойнаған. Описаниясын көретін болсақ, бізде ештеңе жазбаған, яғни бүкіл жер пустой. Ал сетін көретін болсақ, бізде бірінші инкубаторды алып алған, ал катанасы бізде осындай от болып жанып тұратын катана. Ал киімін айтатын болсақ, бізде осындай әдемі наборды алып алған ғой достар, қарасаңдар. Осындай олдовский бізде инкубаторы бар екен. Бұл аккаунттың прайм көретін болсақ, бізде бірінші праймды алып тастаған. Бұл адамның аккаунтында ойынын көретін болсақ деп атайын десем достар, бізде 68 матч ойнаған, яғни басқа отряд дуо деген ойындар ойнамаған екен. Тура алдыңғыдай аккаунттікіндей бізде нет оружия для отображдения и список желаниясында бізде дым жоқ екен. Ал біздің екінші біртүрлі аккаунт осындай болып шықты. Видеоны болса лайктан да патырлатып кетіңдер. Ал біз келесі аккаунтқа кет. Ал біздің үшінші аккаунтты айтатын болсақ, бізде 97 уровен 12 сағат бұрын кірілген екен. Друзья, тастап қойып. Айбай достар, мына анимацияны қарасыңдар, чоза аккаунт мынау. Аккаунтын көретін болсақ, бұл аккаунт бізде задрот сияқты, яғни бізде күні түні ойнайтын бала сияқты достар, қарасыңдар болады. Бізде 97 уровен и 459 мың лайк жинап тастаған. Мына жақта көретін болсақ, мына жерде бізде пусто, яғни дым жоқ. Мына жақта бізде описаниясына алоне деп жазып кеткен екен. Бұл аккаунттар рейтингін көретін болсақ, бізде болды эксперт, КБ-да да бізде эксперт екен. Бұл аккаунт қанша рет мастер болған екен? Бізде КБ-дан бізде достар 29 рет, ал бұл рейтингтан болса бізде 20 рет. Ал сетін көретін болсақ, бізде осындай анимациямен кіретін эмоциялары бар екен достар. Енді мына жақта бізде шеге тағым анимацияның шеге бар екен. Гримін көретін болсақ, бізде қызыл грим, содан кейін маска и кепка достар, олдовский, содан кейін бізде футболка достар, енді олдовский, и бізде ақ штаны ангела и ақ кроссовка достар, екеуі әдемі үйлесіп кеткен. Значоктарын көретін болсақ, бізде 8-ші прайм, супер геймер и неповседневная легенда деген значоктары бар екен. Бұл баланың ойынын көретін болсақ, бізде подробнее басайық достар. Бізде достар 36% хеджет ойнайды деген солодан, ал дуодан болса бізде 32%, ал отрядтан болса 31%. МВП оружияларын айтатын болсақ, бізде МП40, МП5, дробаш дейма бүкіл оружиялар тұрғы достар. Енді мына жақта АВМ, Гроза, барлық оружиялармен жақсы ойнайды екен. Список желаниясын қарайтын болсақ,
бізде осындайға тел қойған сияқтылау ма, бізде осындай намек етіп қойған екен достар, 100 уровеньнің эмоциясы. Оның қасына осындай олдовский рэпердің, содан кейін бізде Сакураның наборларын қосып қойған екен. Біздің үшінші өзгеше аккаунтқа обзор аяқталды. Видеоны ұнаса лайктарды пытырлатып кетіңдер, ал біз келесі аккаунтқа кетіп отырып достар, біз 4-ші аккаунтқа да келіп жетіппіз достар. Бізде 100 уровеньдік аккаунт достар, 23 минут бұрын кірілген екен, дұрыза тастап қойып. Ал біз 4-ші қорқынышты аккаунтқа да келіп жетік достар. Енді 100 уровеньдік аккаунт, содан кейін бізде 16 мың лайк. Достар, түсінбедім мен достар, қазыныршы, ема бізде 100 уровень, бірақ 16 мыңақ лайк. Где логика Гарена достар, Гарена, алло дейсін. Бұл аккаунттың кыбысын көретін болсақ, бізде мастер битва отрядта бізде алмаз 2 екен. Енді бұл қанша рет мастер болған екен? Бізде 13 рет болған кыбыдан, ал бұл рейтингтан 4 рет. Описаниясын көретін болсақ, бізде ағылшын тілінде бізде 100 уровеньді бірнеше жазып кеткен екен. Профилін арғы жетін көретін болсақ, бізде осында 2 эмоция и 4 торшты белгілеп кеткен. Содан кейін бізде пропускын көрейік. Бізде пропустар қанша алынған екен? Бізде достар, бізде көп пропустар алынбаған достар, вообще донат самайтын сияқты мынау бала. Значоктарын көретін болсақ, бізде бірінші прайм, содан кейін не разливата, супер геймер и неповседневная легенда деген значоктары бар екен. Сетін көретін болсақ, бізде осындай от кулакы бар екен достар, әдемі достар. Содан кейін бізде грим осындай фиолетовый, содан кейін бізде артистке синитім қара маскасы, содан кейін бізде инкубатордың шашы, содан кейін бізде пиджак тема, костюм тема осындай скиндары бар, содан кейін бізде штаны ангела қызыл, содан кейін бізде аяққа осындай скин. Бұл баланы ойынын көретін болсақ, подробнен басайық. Бізде 21% хедшот, дуодан болса бізде 19%, ал отрядтан болса бізде 16% бен ойнайды екен. МВП оружияларын айтатын болсақ, бізде осындай X78 дробаш тегіндермен жақсы ойнайды екен. Біздің 4-ші біртүрлі аккаунт осындай болып шықты, ал біз келесі аккаунтқа кеттік. Біз 5-ші аккаунтқа да келіп жеттік достар. Бізде 30 күн бұрын кірілген екен достар, дұрысы тастап қойып. Бұл аккаунт несімен қорқынышы деп айтып отқандар болса достар, бұның ені қорқынышты жері маскасы достар. Бұл Free Fire'ға енді шығып жатқан маскалардың бірі. Бұл достар енді қай жылдар ойнап кеткен сол маска, бұл да әлі тұр. Пропустарын көретін болсақ, бізде осындай жарты элитный пропустар алынған, енді көп салынбаған деп айтсам болады. Профилін көретін болсақ, мына жақта бізде дым жоқ екен, енді бұрынғы аккаунт болғаннан кейін. Аккаунтында бізде 64-ші уровень и 36 мың лайк жинап тастады достар. КП-сы бізде екеуінен де бізде бронза. Бұл енді қанша рет мастер болған деп айтатын болсақ, бізде КБ-дан 3 рет қана болыпты. Значоктарын айтатын болсақ, бізде Prime 1, содан кейін Super Gamer деген значогы бар. Ал сетіне келетін болсақ, бізде қолында эволюциясы бар екен, MP5-тің, содан кейін бізде клоунның осындай ерекше, осындай қорқынышты маскасы бар. Содан кейін бізде үстінде осындай скелетіне осындай қара набор, содан кейін бір анимациясы бар. Бұл баланы ойыны көретін болсақ, бізде 16% хедшот, дуодан болса бізде тоже 16%, ал отрядтан болса бізде тағы да тоже 16% бен ойнайды екен. МВП оружиясын қарайтын болсақ, бізде нет оружия для отображения деп тұр. Бізде список желаниясында да сондай болып тұр екен достар, ештеңе жоқ. Ал біздің 5-ші қорқынышты аккаунт осындай болып шықты. Видеоны ұнаса лайктарына басып кетіңдер, ал біз келесі аккаунтқа кет. Біздің соңғы және де ерекше аккаунттардың бірі ID-нан көре беріңдер достар. Уже ерекше аккаунт 30 күн бұрын кірілген, дұрысы тастап қойып. Аккаунттың қарасындаш достар, чоғыза сет. Мынау енді бір түрлі аккаунттардың қатарына кіретін болған соң осындай сеттері бар аккаунттарды алдық. Аккаунттың көретін болсақ, бізде 31-ші уровень 183 мың лайкты жинап тастаған ғой. КП-сын көретін болсақ, бізде екеуінен де бронза, яғни вообще ойнамаған деп айтсақ та болады, барлығын сатып алған. Бұл жердегі ең маңызды нәрсе пропусктар. Ема достар, 20 мың кубок достар, мына жақта 20 мың медаль. Ема қалай сатып алған? Описаниясын көретін болсақ, бізде TikTok каналын жазып кеткен екен. Бұл яғни тиктокер болу керек. Профилін арғы жетінде бізде ештеңе жоқ, яғни барлық жер пустой. Ал сеттерін айтатын болсақ, бізде осындай золотой касса ұстап алған, яғни бізде осындай сеттер істеген, бірақ енді бір түрлі сеттер істеп қойыпты достар. Прибытиясын айтатын болсақ, бізде осындай имбовый от болып жанатын прибытиясы бар. Бұл баланы ойынын көретін болсақ, бізде 10% хедшот, ал дуодан болса бізде 0%, почти ойнамаған, ал бізде отрядтан болса 7%. МВП оружиясын көретін болсақ, бізде тоже мына жақта ештеңе жоқ, список желаниясында да бізде ештеңе қоймаған, яғни бұл бұрынғы аккаунт. Ал біздің 6-шы және де соңғы қорқынышты аккаунтымыз осындай болып шықты. Бүгінгі видеода сендерге ұнаған ең қорқынышты аккаунттарды астыға белгілеп кетіңдер. Содан кейін осы каналға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңдар. Осы каналдан бізде скоро 5000 подписчикқа тезірек жеткізіп тастайық. Келесіде қандай аккаунттарға обзор сен давайды, комментарийға тоже жаза кетіңдер. Ал сендермен бірге болған сендердің сүйікті микоштарын келесі видеоларда көріскенше.